Ғалымдар бір қызық эксперимент өткізді. Эксперимент барысында құмырсқалар мен адамдарға ерекше пішінді жүкті лабиринт арқылы алып өту тапсырылды. Ол жүк Т әрпі тәрізді үлкен зат еді. Бұл затты екі бөліктен тұратын және екі тар есіктері жалғанған тік бұрышты тар кеңістікпен жылжыту қажет болды. Әлгі есіктердің көлемі де әртүрлі. Ол тапсырманы одан сайын қиындатады. Нәтижесінде экспериментті бір адам орындағанда құмырсқалардан басы бозды. Алайда топ болып орындау барысында құмырсқалар жүкті адамдарға қарағанда 4 секундқа ерте жеткізе алды. Олар бірігіп, есеппен және стратегиямен әрекет етті. Құмырсқалар бағытты сақтауға және бұрынғы қателіктерді қайталамауға мүмкіндік беретін ұжымдық санасы барын көрсетті. Бұл құмырсқаларға мұндай ақылды Құдайдан басқа кім бере алады? Үнсіз, тілсіз жәндіктердің осыншалық күрделі тапсырманы бірігіп, есеппен, стратегиямен шешуі жай ғана кездейсоқтық емес. Бұл жаратушының шексіз даналығы мен дәлдігіне дәлел. Адамның өзі ойланып, сөйлеп, санап жүріп қиналатын істі құмырсқалар үндемей, бір-бірін итермей тәртіппен шешіп жатыр. Бұл олардың артында жоғары ақыл иесінің тұрғанын аңғартпай ма?